Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға өте керемет тағамның рецептімен бөліскім келеді. Ешқандай етті қажет етпейді, құрамы қолжетімді, үйіңізде картоп болса болғаны осы тағамды жасап көрсеңіздер болады. Дәмді, тойымды, керемет тағам. Ең бірінші қамырын илеп дайындап қоямыз. Ол үшін бізге су, жарты ас қасық тұз және жұмыртқа қажет болады. Тұзды суға салып, ерігенше араластырамыз. Сонан соң жұмыртқамызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты не жұмсақ болмауы қажет. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны дем алуға 10 минутқа қойып қоямыз. Осы арада біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына картопты пайдаландым. Оны мынадай үкіштің көмегімен өткізіп дайындадым. Сонан соң пиязды майдалап, турап қостым. Үстінен татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, 4 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осы арада қамырымызды тағы бір рет қайтарып илеп қойсаңыздар, қамыр жұп-жұмсақ бір тегіс болып шығады. Салмамызды араластырып дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны теңдей 2 бөлікке бөліп, зуалар жасап дайындап қоямыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Байқағандарыңыздай қамыр бір тегіс жып-жылтыр болып шықты. Енді оны дөп-дөңгелек етіп, ұн себе отырып, жайып аламыз. Сонан соң тура видеодағыдай мантының қамыры сияқты бөлшектерге бөліп аламыз. Бұл тағамды жасауды 2 әдіспен жасадым. Бұл бірінші түрі. Осылай бөлшектерге бөліп жасайтын боламыз. Кесіп дайындап алған қамырымызды барлығын тегістеп жайып аламыз. Үстінен сұйық майды тегістеп барлық жеріне жағып шығамыз. Сұйық майды жағып болған соң шамамен 1 ас қасықтан салмасын салып, тура видеодағыдай орап шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет болып шығады. Салмасына көк пияз немесе ас көкті де турап қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Барлығын дәл осы әдіспен орап дайындаймыз. Ал мынау екінші түрі. Екінші қамырымызды да дөп-дөңгелек етіп жайып аламыз да, сонан соң үстіне майды құйып, бір тегіс етіп барлық жеріне жағып аламыз.
Сонан соң пышақтың көмегімен текшелерге бөліп кесіп аламыз. Қай әдісі сіздерге ыңғайлы, сол әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Барлығын кесіп дайындап алған соң ортасына салмасын салып шығамыз. Салмасын бір тегіс етіп барлық жеріне жайып саламыз да тура видеодағыдай орап дайындайсыздар. Барлық қамырларымызды орап дайындап алған соң манты қазанымыздың табасын майлап орналастырып аламыз. Барлық қамырлардың бетін сұйық маймен майлап шығуды ұмытпаңыздар. Бұл қамырымыздың жұмсақ болып шығуына өз көмегін береді. Сонан соң қайнап тұрған буда шамамен 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тағамыз дайын болды. Оны өз қалауларыңыз бойынша безендіріп, кетчуппен немесе өздеріңіз ұнататын басқа да соуспен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Балаларыма қатты ұнады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!